Достар, кеше шыққан жаңалықтармен бөлісе кетейін. 15 мамырдан бастап біздің банк, отбасы банк, егерде сізде депозит болмаған болса, жаңа депозитпен 50%-ді салып, үйді ала алмайтын боласыз. Қалай аласыз? Депозит ашып, депозитке сол 50%-ні салып 3 ай күтсеңіз, сіздің ОП-ңыз 2,5-ға толады, 3 айдан кейін сіз банктен ипотеканы рәсімдей аласыз. Егерде сізде депозит бар болса, сіз оған бірнеше жылдан бері жинақтап келе жатқан болсаңыз, онда сіз ОП-ңызды былай есептейсіз. Мысалы, алайын деп жатқан үйіңіздің бағасы 10 миллион болса, сол 2,5 ОП-ны 2,5-ға көбейтесіз, 10 миллионды 2,5-ға және бөлесіз 1000-ға. Сіздің қажетті вознаграждениеңіз шығады. Сол вознаграждениеға қарайтын болсаңыз, сіздің приложениеда шығады. Оны қайдан көруге болады? Приложениеда дөңгелек графиктен қызыл нүкте тұр, сол вознаграждение сізге керекті вознаграждениені бар вознаграждениеңізді көрсетеді. Бұл өзгерістер 15 мамырдан бастап біздің жүйемізге енеді. Сондықтан, егерде сіздің жоспарыңызда осы жақын арадағы бір айдың ішінде үйді алу болса, онда егерде сіз ескі пайыздармен алғыңыз келсе, ОП-ға қарамай, қазірден бастап банкке келіп, алдын ала мақұлдаманы жасап жіберуіңізге керек. Бұл мақұлдама қағаз сізде ровно бір ай жұмыс жасайды. Сондықтан баршаларыңызға сәттілік, бүкіл ақшаларыңызды басқа банкте ұстамай, біздің банктың депозитіне салып қойғандарыңыз дұрыс болады. Кез келген уақытта үйді алуға төмен пайыздармен кепілдік береді.